Жакупова Айнур Төлегеновна, тарих пәні мұғалімі, педагог сарапшы. Сол сияқты еңбек етпей, тер төкпей ешқандай нәтижеге жетуге болмайды. Абай атамыз ұстаздық жолды ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден бар. Я закончила Исыкское педучилище по классу музыки. Зажигать души детей, вдохновлять в них успех и стремление, помогать им в будущем. Бұлай алуының себебі қазақ тілі өмірмен тығыз байланыста екенін көрсету. Мен Нақысбекова Айжанмын, арпалысқан арманыма ойлармын, білім менен тәрбиемді ұсынған болашағым сыныбымның ойлармын. 1988 жылы дүниеге келгенмін, 11 жылдық тәжірибе арасында көргенім, шәкірт. 1988 жылы дүниеге келгенмін, 11 жылдық үздіктілер арасында мұқаңның жүркешінде баптағанмын, жаттады өлеңдерін, жатқа дәрін. Өмір бойы осы арбамды арқалап өтетініме, өзімнің жетістіктерімді осы арбама саламын. Болашақта енді барлығымыз осы ұстаздық мамандығын таңдағаннан кейін ол біздің өмірлік ұстанымыз. Осы арбамды жетістіктер толтырып, өмір бойы осы салада жұмыс істеймін деген. Сынар бағын, кетейін мен өзімді таныстырып, көрермен қошеметпен қабыл алып. Мен бұл жердегі негізгі мақсатым кәсіби өсу жолындағы тұлғаны қалыптастыру және осы замандағы оқыту мен оқытудағы түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, болашақтағы келешектегі ұрпақтарды тәрбиелеу. Яғни бұл жердегі менің негізгі міндетім бұл жаңағы алынбайтын асыл жоқ және бағынбайтын белес жоқ, шешілмейтін түйін жоқ тұлғаны қалыптастыру үшін оларға қазіргі жаңа технологияларды қолдана отырып, өздеріңіз көріп отырғандай колхоз, фликер сияқты технологияларды қолданып, өзімнің сабағымды оларға жеткілікті түрде жеткізуге тырысамын. Және де сырмен қоса Алтынай қыздар құрған макеттегі жазықтық математика пәні бойынша негізгі ұғымдардың біреуі болып саналады. Яғни бұл жерде ой өзі менің өмірім болып табылатын болса, ой бірігісі менің осы өз кәсіби жолындағы өзінің мақсаттарым болып табылады. Ал бұл жердегі қызыл сызықты көретін болсаңыздар. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен өзімді кинолента арқылы таныстырғанды жөн көрдім. Бүгінгі сурет, ертеңгі тарих демекші, мен өзімді осылай таныстырсам деп едім. Ұстаз бұл жай ғана мамандық емес, ол адам бағдарын жасаушы. Ұстаз мен үшін қадірлі де құдіретті сөз. Жөнім Жанабаева Лейла Қалелқызы. Қазіргі заман талабына сай мұғалім бір орында тұрмай, үнемі ізденісте болып, өзі жаңа әдіс тәсілдерді тауып, іс жүзінде асыра отыру керек. Сонда ғана оның еңбегі нәтижелі, жемісті болмақ. Балаларды сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін, тіл үйренуге деген ынтасын арттыру үшін жаңа технологияларды қолданып отырамын. Инновациялық әдістермен жұмыс жүргізгенді жақсы көремін. Қазіргі жаңа технологиялардың түрлері көп, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының қызықты оқыту көп нәрсені талап етеді. Әрбір бала бір әлем. Сондықтан да сабақ үстінде түрлі әдіс тәсілдерді және сонымен қатар түрлі платформаларды қолдануға тырысамын.
Әсіресе ойып технологиясы көп қолданамын. Бұл технологияны қолданғанда бүлдіршіндерді болашаққа айқын жол сілтер ақылшысы, оның мейірімді, толы жүрегі шәкірт бойындағы талай ағаттықты кешіре біледі. Мұғалім барлық білім беру жүйесіндегі негізгі жаны мен жүрегі. Мұғалімнің негізгі басты мақсаты рухани бай, ізденпаз адамды қалыптастыру болып табылады. Қазіргі заманда мұғалімдер хабарлаушы, бақылаушы, тексеруші, жазалаушы қызметті тастап, керісінше ізденуші, зерттеуші, технолог, өнертапқыш, шығармашыл жұмыс істейтін жаңашыл болу керек. Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім басшылыққа ала отырып, алдағы білім алуға келген әрбір баланы жетектеп, функционалдық сауаттылығын дамытып, елімізді әлемге танытатын, ата дәстүрді білетін, ең бастысы өз отанын сүйетін азаматтар тәрбиелеу. Ал іздеген мақсатқа жету менің қолымнан келеріне сөзсіз сенемін. Ең аяулы есім ғой ұстаз деген, бар тіршілік бақытты ұстаз деген, шәкіртіңді жеткізгенше мұратына, білім іздеп қымбастан бередім. Ұстазбын оттай ыстық алақаным, сурет салам, сызам, керек кезде үйде салам. 40 жыл аяуларам ұстаз болған менің анам, ұстаздық тәрбиеге толған ғой менің санам. Пейілі қазағымның кең ғой қашан, жылы сөз шырай-шырақ танытты маған, еңбек етіп, ойнап күліп, бірге жүрген, сәлем берем баршаңызға, емір болып әркез маған. Мен Боранбаев сіздерге енді таныстырып жатқаным, бұның таксономия сөздері осы Жамбылды үлгілі ауылына мектепке орналастым. Мектепке бүкіл ұлттар, ООН дейді ғой жаңағы, халықаралық ұлттар ұйымынан облыс бойынша 4 округтың ішінде жеңіп алған жағдайымыз бар. Оқушыларының көрінісін ғана көрсетіп отырмын. Оқушылардың жұмыстары, нәтижесі, мына алған талдауға қойып отырмын. Алған нәтижелерінің жұмыстары, көптеген конкурстарға қатысты конкурстарға. Енді қазір ал жастардың білім жолында тағдыры ұстаздың қолында. Сіздеріңізге рахмет. Қайырлы күн, әріптестер, әлі азаматтары, қазір мен өзімнің электронды портфолиомды жасаған. Келесі. Бұл менің осы кезге дейін жұмыс орнында істеген мадақтама және марапаттарым. Және сертификаттарым. Келесі бетте мен сабақ барысында қолданылатын әдіс-тәсілдер, бағалау әдіс-тәсілдері және сабақ барысында сабақ жүргізген кездегі қолданатын әдіс-тәсілдер. Келесі бетте платформалар, қандай платформалар қолданатынын және келесі бұл мені осы мектептегі қоғамдық жұмысқа қатысқан суреттерім. Және қосымша мәліметтер бұл жерде менің педагогикалық ұстаным бұл ұстаз шәкірт жанының бағбаны, әрбір баланың жарқыраған шамшырағы, оны жаға білген ұстаз ғана ұтады. Мәртебелеріңіз биік, абыройларыңыз арта берсін деймін сіздерге. Келесі өзекті мәселем оқушылардың функционалдық цифрлық сауаттылығын дамыту, оқытудың тиімді технологияларын қолдану. Менің педагогикалық мақсатым үнемі ізденісте жүріп, ақпараттық технологияны пайдалана отырып, қазіргі заманға сай жан-жақты дамыған мектепте алған білімдерін өмірде тиімді. Өзімнің видеом, бейнеролик түсіргем, қысқаша.
ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Цифрлық сауаттылық ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздігінің негізі. 21 ғасырдың ең маңызды білімі, ең негізгі қолдануға дайындығы және қабілеті. Осы технологияны қолдану арқылы халықтың өмір сапасын арттыруға жол ашып отыр. Және де мен өзімнің оқуға балаларға деген енді білімім беру білімімді компьютермен интернетке байланыстырдым, өзім пәніме байланысты. Сол компьютер мен интернетке байланысты мақұлматтарды толықтырайын. Көп шаруаны атқарар, компьютер бұл ғажап. Карандашпен бояусыз суретті де салады. Керек емес қаламды жазуды да жазады. Гайбаева, Илийского района Алматинской области. Наша школа вырастила не одно поколение хлеборобов. Она хранит память поколений, теплоту, воспоминаний. Вместе с тем идет в ногу со временем и оснащена современным оборудованием. Это позволяет нашим ученикам в комфортных условиях глубже изучать предметы и узнавать окружающий мир. Я Вертикулова Айнур Тулегеновна, учитель истории. В 2004 году окончила Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Яссави. С 2017 по 2020 занимайтесь только любимым делом. Это единственное, чем вообще стоит заниматься. Когда вы занимаетесь любимым делом, вы всегда более эффективны. Тот, кто любит свой бизнес, он на 1 час больше времени проведет на работе, на 100 килокалорий больше потратит, он за меньшие деньги готов выполнять те же самые вещи. Осы біздің еліміздегі қорықтар бойынша қай жерде орналасқандықтары қарап тұрсаңыздар, Қазақстанның жері өте ауқымды аймақта алып жатқан. Бұл жерде қорғалатын жаңағы аумақтардың осы аумақтарында өте ерекшеліктері келтіріліп тұр деп ойлаймын. Жаңағы сол жокер әдісі жауапқа 1 балл, нөлтіне 1 дұрыс жауапқа 0,5 баллдан тест сұрақтары артық. Тест сұрақ 2 дұрыс жауапқа 1 балл дейсіз, жалпы балл 5 балл. И по этой теме мы сегодня поработаем вот таким рабочим. Ребята, у вас вот так пожалуйста, стало красиво. Которая подходит к 4 заданию, то есть пропущенные слова они отмечают карандашом. Красным карандашом они прямо на сердечке отмечают эти пропущенные слова. Дальше этот метод тоже в сердечке тоже повторяются слова в разном направлении, разные цвета у этих слов, то есть цветовое еще восприятие. Дальше полный текст бывает, но еще и бывает текст волной. То есть волной он тоже способствует чтению, повышению чтения, техники чтения у детей, и им интерес. Это, конечно, проявляется с интересом. Руки, и здесь 2 пальчика, 3, 4. Да. И вот тогда, как по моему сигналу, мы меняем эти положения. Да, попробуйте. Это, конечно, сложно, но получается. Представьте, нужно поменять обратно сюда, да, и здесь поменять вот эти пальчики. То есть здесь они уже головой думают, да, включается и нервная система успокаивается, потому что это зарядка для пальчиков, и пальчиковая гимнастика. Okay, let's start our lesson. Dear children, I'm glad to see you for today. And how do you think? How do we start our lesson? Of course, we will first for a video, and I want first represent you our national parks. And you should first
you should put these trees as you like and come to the blackboard and represent what you can do. Сейчас делений нету на русском языке, сейчас мы весь класс обучаем. Я их разделила учеников на 3 группы. Енді салды жаңы сол өзім ойынша пәні математика сынып, яғни сабақтың тақырыбы көбейту амалының компоненттері арасында өзара байланыс. Бұл бағдарламаның сәйкес оқыту мақсаты 2-1-2, яғни көбейту және бөлу өзара кері амалдар екендіктер арасындағы байланысты анықтау. Екінші мақсатым көбейту және бөлу амалдарын компоненттің ақауларын өрнектеудің условиясын жазуда қолдану. Оқу мақсатынан өзімнің сабақ мақсатымды шығарып алдым, көбейту амалдарының компоненттер арасындағы байланысты анықтау. Енді мен бұл жерде өзімнің сабағымда сабақтың негізгі ортасы, яғни негізгі бөлімді алып отырмын. Ең алдымен балаларға мынандай фигуралар арқылы өткен сабақта фигураларды берген болатын. Осыған байланысты мен көбейту кестесін түсіндіріп кетемін. Мысалы, 2 жердегі 2, яғни 3 бұрыштан 2, 4 бұрыштан 2 болған кезде, мысалы, барлығы нешеу? 4 сөйлем, яғни 2 жердегі 2, 4 екенін бала осылай үйретемін. Одан кейін келесі тапсырма, яғни менде әдіс, менің көзімнен есепте әдісі. Сол жерде балаларға осындай әдіс көрсетемін. Мысалы, мынадай тапсырмалар, кітаптағы оқулықтағы тапсырмалар беремін. Балалар үнсіз, өздері не көріп тұр, соны үнсіз дәптерлеріне орындайды. Орындайды да, осыны мен өзім дәптер тексерген кезде бағалап кетемін. Кез келген бір тапсырма емес, бірнеше тапсырма беремін. Бұл жерде көбейтуді және де дәптерге жазу оқытылығын үйренеді және жадыға тез сақтайды. Екінші әдіс тәсілім бұл жерде менің JTK әдісі, яғни платформа. Мен өзімнің сабағымда айтқан болатын, таныстырғанда айтқан болатын, мен олардың ойын түрінде жақсы қабылдайды. Және де қуана күтіп отырады осы тапсырмаларды. Онлайн оқыған кезде осы тапсырмаларды орындады. Және де тапсырма сіздер кезде сабақтың үстінде. Мына жерге бала өзінің аты жөнін жазады. Мысалы, сабақтың үстінде. Енді біз көбінесе телефонды ұстатпаймыз, бірақ тапсырманы үйге де беріп жүріп, енді ұстаған балаларға көрсетіп отырамыз. Кейде телефондарын алдыртқан кезде осы тапсырманы. Телефоннан жазады. Міне, балалар интернет ашпай қалса, бұл не olmaydı. Енді көбінесе көп ойнамақпаймыз, анда-санда бір балалар. Мына жерде балалар өзі тапсырманы қарайды. Кез келген енді басыңыз, мысалы. Кез келген ашыңыз ана шкафтардың ашыңызға тапсырмалар келеді. Балалар тест ретінде орындайды. 8-10-16. Маған соңында результаттары түсіп тұрады. Кітаптардың бәрін алып шкафтың қайдан біледі? Менен көріп тұрады. Баланың атын жөні жазып. Сізге ғана көрінеді. Балаға көрінбейді. Балаға көрінген кезде мына есік ашылды. Тапсырма. Қазір жасап көрейік, бір тапсырма. Тапсырма бөлек жерде шашылып тұрса, әр тапсырма жинайды. Мына жерден алып жатыр. Үшінші тапсырма болды. Енді бұл жерде, мына жерде, мына қолды созайды. Мынаны созайсыңызшы, шкафта. Шкафта. Ана шкафта. Этажеттан, созытейді. Ковриккен шкаф қалды ғой? Ковриктің астында зарядка жатыр. Зарядканы телефонға қосады, сол бір тапсырма шығады. Мына шкафты итерген кезде, сол зарядка қосқан кезде тағып сол кезде мына телевизор ашылады. Есік ашылып кетеді. Бұлай енді бала үшін өте қызық. Ол түрлі-түрлі ойын бойынша кете береді.
мына тапсырманы келесі балаға бере алмайсыз, өйткені қызық емес балаға. Одан кейін келесі басқалай. Ол жерде өзі түрлі уже қиындай бастайды. Күрделене бастайды. Бақаны тез суға жібереді деген сияқты қылып, тез айтады. Мысалы, 3-1-3, 3-2-6, 3-9 деген сияқты тез. Я болса жазып, тапсырманы солай болады. Одан кейін менде сәйкестендіру өзі кітапта оқулықта берілген есептемеге салыстырды. Мен оны баулау әдісі арқылы, яғни баулардың қолдар, моторикалар, саусақ моторикалар жұмыс жасау барысында сәйкестендіреді. Мен сіздерге берейін енді, өздеріңіз жасап көріңіздер. Ол жерде жүктемесі қыздар. Сәйкестендіреді. Бұл тез енді 1 минут уақыттың ішінде уже балалар үйренген, тез сәйкестендіріп. Баулау әдісі. Осымен әдісті сіздердің сабағында оқыды. Тағы да ойын бар енді. Уақыттарыңыз болса ойнайсыздар ма? 30 балаларға үйретеміз, яғни көбейту кестесін тиімді өзіміздің осылай жаттатып үйретіп жатырмыз. Қайшы беріп отырған кесіп аласыздар, тез арада жылдан әрі тез өздеріңіздің зерделік бір ұйымдарыңыз жасап шығады. Ксения делает ювелирные изделия. Психологиялық ахуаларына қалам оқушылармен, ол үшін сіздердің көмектеріңіз керек. 6 түрлі неге өздеріңіздің 6 түрлі мінездеріңізді жазсаңыздар. Сіздер егер өздеріңізге ұнайтын немесе ұнамайтын өздеріңіздің мінездеріңізді немесе бір жеңе алмай жүрген минустарыңыз болады енді. Бәрі минус плюс, бәрі минус плюс. Өздеріңіз үшін ешкім оқымайды оны. Бір-бірден жазсаңыз алпауынан. Қараңыздар, шаршыдағы мінез құлқыңыз сырт келбетіңізді бейнелейтін мінезіңіз. Келе ме өздеріңізге? Өздеріңізді оқыңыздар. Келесі. Шаршы, сырт келбетіңізді бейнелейтін мінезіңіз. Келе ме өзіңізге жазған шаршының ішіндегі мінезіңіз? Ең бірі, аха. 3 бұрыш, әртүрлі жағдайда жиі қолданыста болатын мінезіңіз. Келе ме? Шеңбер, бір қалыпты тұрақты мінезіңіз. Келесі 5 бұрыштағы сіз үшін өте қымбат мінезіңіз. Тік бұрыштағы бұл мінез қарама-қайшылықты реттеуге көмектеседі. 6 бұрыштағы соңғы мақсатыңызды жеткізеді. Балалардың өздерінің самооценкаларын өздері қандай екен келесі солай бағалап алам. Келесі ең бірінші үй жұмысын сұрамас бұрын мен
топқа бөліп алам балаларды. Келесі бірінші бөлімін ақай. Бірінші кезең таңдап алдым. Бізде ең үлкен ауқымда 6 класстан 10 классқа дейін Python программасы болғандықтан, осының логотипіне байланысты мен оқушыларды 2 топқа бөліп аламын. Көк және сары топқа бөліп аламын. Мойындарына тақып берем. Өзімдікі 2 түрлі болады. Одан кейін үй жұмысын сұрайым. Балалардан Learning Apps деген платформа арқылы мен үй жұмысын сұрайым. Мои упражнения. Өздерін өзі бағалап отырады. Бағалау пара 10-ға дейін және үй жұмысына 2 балл беріледі. Как связаны эти изображения и предмет истории Казахстана? Подумаем. Какие есть предложения? Просыпаемся, просыпаемся. История Казахстана и вот эти изображения. Развитие промышленности. Молодец. Развитие промышленности. Итак, каким образом развивалась промышленность в Казахстане в начале 20 века? Тема урока: индустриализация в Казахстане в 1920-30-е годы. Исследовательский вопрос. В чем противоречивость политики индустриализации в Казахстане? Цель урока — анализ в Казахстане. Значит, основную часть здесь можно подать в виде видеоурока, но так как у нас мало времени, я сейчас раздам ученикам тему и сразу же задание к теме. Тема у меня уместилась способом таблиц и схем в один листочек, но тема захватывает 20-30 лет истории. Это очень огромный период. Но я здесь сократила, так как у нас времени мало, да? Русскоязычная, вот вам тема. А вот это задание уровневое, вот здесь, пожалуйста, напишите имя свое. Сейчас. Имя. Смотрите на тему, выполняйте задание, всего 10 баллов. Вот вам дескриптор. Так, тема. Задание, имя пишите сюда. Вот вам дескриптор. Ну, дескриптор 1, да? Так, Бабка Сымхановна, вы тоже русскоязычная. Тема, скажем так, очень часто бывает. Они не могут на вывод выйти. А вот когда преподносим тему в виде схем таблиц, это вот на третьем конкурсе я вам покажу, да? Ерекше табиғи қорғалатын қорықтар мен ұлттық саябақтарды 2 топқа балаларға да жақсы мотивация дейміз ғой, сол сияқты балаларға қызықты болу үшін баскетбол әдісін алдын, бағалау әдісінде баскетбол әдісі. Бұл жерде біріншіден мына жерде түрлі түсті доптарды жасап алдым, балалар қызығу үшін өздеріне түрлі түсті доптарды қойып, одан кейін әр жаңағы яшыққа балалардың аты жөнін жазып қоямын. Балалардың былай аты жөнін жазып қоямын. Аслан. Осылай балалардың, толықтай балалардың аты жөнін жазып қоямын. Мысалы 20 бала болса, 20 баланың сол кезде әр тапсырмада бұл жерде 5 тапсырма, 10 тапсырма болуы мүмкін. Сол кезде балалар тапсырма арқылы немесе жаңағы дистриктордағы балдар арқылы балалар өздерінің яшықтағы жаңағы картинасына өзінің доптарын қалаған түстерін келеді да балалар салып отырады. Осылай салып отырады. Қанша тапсырма орындаған сайын бұл жерде ең басты тиімділігі жаңағы көбіне ұлдар қызығып жасайды бұны. Неден қыздардан қалдық па деген сияқты ұлдар жақсы қызығып сабақта көп белсене қатыспайтын балаларда бұл жерде белсенділік артады. Одан кейін соңында жаңағы оқушыны бағалаған кезде мысалы жаңағы өзіміздің
17 облыс бойынша 17 бала осылай құрап шығады. Әрқайсысын мына карта бойынша. Және де пазл бұл. Пазл адамның ойын ұшқыр дамытуға және де баланың логикасын дамытуға және де тез жұмыс жасауына әсер етеді. Көбінесе мен сабағымда осы пазлды пайдаланамын. Түрлі сабақтарында, мысалы, өнертану болсын, басқа да сабақтарда, әсіресе саяхат сабақтарға өте қажет. Одан кейін пазлдың бір ерекшелігі тұтас суреттің бөлінген бөліктері. Яғни бір суреті болмай қалса, пазл құрастыра алмаймыз. Сол үшін пазл 1909 жылы пайда болған екен. Ең алғаш бұның байдың балалары ойнаған екен. Қазіргі уақытта 32.000 элементі түрі бар екен пазлдарды құрастырудың. Және де осы құрақ ең алғаш 1760 жылы география пәнінің мұғалімі Джон Симпик деген кісі ең алғаш осы оқушыларына ағаштан картаны құрастырады. Сол кезде оқушылары картаны бөлшектеп тастайды. Сол кезде оқушыларына құрастырған кезде осы пазл ойыны пайда болады. Содан осы пазл ойынын мектепте әлі күнге қолданып келе жатырмыз. Сосын өзімнің сабағымда көрнекті, мысалы менің сабағымда Қазақстанға саяхат. Қазақстан саяхатында бұл жерде туризмге байланысты. Туризм балаларға енді бұл жерде тапсырмалар келеді. Біз балалар енді саяхатқа шыққаннан кейін қай жерлерге барамыз деген сияқты. Яғни Түркістанға барамыз мысалы. Әрі қарай Көкшетау, мысалы, көрнекті жерлер, Шарын, Шатталы, Алматы облысында. Және де туризмнің өзі 4 түрге бөлінеді. Ойын-сауық туризмі, спорттық туризм, және де танымдық туризм, және де экологиялық сауықтыру туризмі болады. Осы бойынша балалар өздері құрастырып, әр жерде, қай жерде сауықтыру туризмі бар, тағылым бойынша туризм бар, және де спорттық туризм бар, осыны қойып шығады. Оған сабақтың соңына дейін карандаш беруі мүмкін, қаламсап немесе стикерлер беруі мүмкін. Ал 4-5 ең көбі сол жинағандарға байланысты мынандай қызықтыру, келесі сабақта да дайындап келу үшін осындай ярмарка ұйымдастырдым. Ал енді бағалауда соңында рефлексияға осылай артындағы тілеңдер, мысалы, ұнады десе баштарына жабыстырып, сабақ түсінікті десе, немесе кейбір жерлер түсінікті емес десе орталарына жабыстырып. Ал егер кейбір балаларға өзінің түсінікті болмаса, аяқ жақтарына жабыстырып, осылай өзіме не аламын. Ал енді тоқталып өтемін. Үлкен жоғарғы класстар болса, онда жаңағыдай сұрақтар пайдаланамын бұны, мынаған мынандай смайликтерге үлкен класстар болғандықтан социальный сеттарды, әлеуметтік желілер арқылы, мысалы, ұнаса сабақ осылай жабыстыруға керек сабақтың соңында. Немесе орысша түсіндірім десе, осылай үлкен класстарды осылай өзіме кері байланысты осылай аламын. Научить ребенка думать, научить делать вывод и из данной ситуации находить определенный выход.